Саламатсыздар ме? Бүгін мен пирожки пісірейін деп жатырмын. Ол үшін бізге керек ұн керек. Оның бетіне міне тұз септім. Ашытқымыз мен жылы суға дайындап қойдым. Дайын тұр. Ашып, енді оның үстіне бір жұмыртқа саламын. Және де шемішкі май құйып, жылы сүтпен илеймін. Онымыз осындай дайын болуға жақын қалғанда, оның үстіне біз бір чайный ложка 9% уксус қоямыз. Бетін жауып, жыл жерге жарты сағатқа қоямыз. Пирожкиді қазір картошкадан суға піскен және де капустадан жасайын деп отырмын. Капустадан жасау үшін алдымен табаға аз ғана май құйып, үстіне туралған жуа саламыз. Капустамыз дәмді болу үшін қуырып жатқан жуаның үстіне помидорды саламыз. Қуырып жатқан капустамыздың үстіне татымына қарай тұз және де қуырып жатқан капустамыздың үстіне татымына қарай тұз және де қарабет саламыз. Міне картошкамыз дайын болды. Енді татымына қарай тұз бен бұрышын салып езіп дайындап аламыз. Міне біздің жарты сағат уақытымыз өтті. Нанымыз керемет көтерілді. Қазір енді бастаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Ортасына дайын тұрған картопымызды салып, пирожкимізді осылай жасаймыз. Содан кейін барып, жаңа біз картошкадан жасап едік пирожкиді, енді капустаны салып жатырмыз. Дайын тұрған капустамызды қамырымыздың арасына саламыз да, осылай қамырымызды жауып, қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Енді осылай бетін жауып, табаға сала береміз. Қазір газдың астына қойып 180 градусқа пісіріп аламыз. Бір жұмыртқаның үстіне сәл ғана сүт құямызды араластырып, дайын болған пирожкиміздің бетіне жағамыз. Пирожкидің бетіне жағамыз, осылай жұмыртқамен сүт араласқан, өйткені пирожкиміз беті жұмсақ болу үшін. Міне біздің пирожкиміз дайын болды. Сіздер де осылай жасауға болады. Менің қазақша каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.